Бұл дегеніміз қазір тұмауратып жатқандардың барлығы омикронмен ауырып? Жоқ, өйтіп айта алмаймыз. Себебі бүгінгі күні әрине осы тұмау тәрізді белгілері бар науқастардың көбісінде омикрон шақырып жатқан коронавирус жұқпасы болуы өте ықтимал. Оның барлығын ауырған науқастардың бүгін кешегі күнге 11 мың адам мысал үшін зертханалық дәлелденді. Олардың бәріне омикрон бар ма жоқ па деп біз тексеретін мүмкіншілігіміз жоқ. Өте қымбат тұратын зертханалық әдіс болғандықтан біз осы выборочно дейміз, арасынан жүктеп алып тексеріп шығамыз. Сонымен қатар ол науқастардың қай жерге барғандығы туралы, қалай келгендігі туралы біз мәлімет алуымыз керек қой. Осы Алматы қаласындағы науқастардан жаңа омикронды дәлелдеген кезде, соның ішінен 7 науқастың 4-еуі шетелге шыққан екен. Ал енді тағы 2-еуі сол шетелге барып келген науқастармен тікелей қарым-қатынаста болған екен. Әрине бұл